Қайырлы күн, оқырмандарым, қалайсыздар? Біздер кеше жылқының кіші жабағының етін алып, содан қазы жасайын деп шештім. Жалпы жабағының шектері өте кішкентай болады. Сол себепті сол кішкентайлығына, жұқалығына қарамай мен қазы жасап шықтым. Менде 6-6,5 дана қазы шықты. Бұл қазыны мен ешкімнің көмегінсіз ақ телефонымды қойып, әнімді шырқап тұрып өзім жасап шықтым. Бұрындары мен қазы жасағанда маған сондай қиындық тудыратын. Қасыма балаларымды жинап алып, біреуіне жібін байлатып, біреуіне шектің аузын ұстатып, өзім етін салып дегендей солай жасайтын едік. Қазір мен өзім ешкімнің көмегінсіз ақ жасап үйреніп алдым. Осылай қазы жасап жүргеніме 3 жылдың көлемі болды. Ешқандай да қиындығы жоқ, жасауға болады. Өзіңнің қолыңнан жасаған қазы дәмді болады. Біз сол қазыларды 5 бармақ асқанда, не болмаса қонақ келгенде қоямыз. Өзімнің қазым дәмді, сүйсініп балаларымызбен жеп жүрміз. Дәл солай осы қазыларды мен жасап морозкада сақтайтын боламын. Әуелі жасап болғаннан кейін далада кептіріп, сорықтырып, содан кейін алып морозильникке сала берсем болады. Қазы жасауда ешқандай қиындық тудырмайтынын тағы айтқым келеді. Бұл жерде қазыны шектің ішіне бір ет, бір сары майдан салып тұрып салсаңыз, содан кейін екі жағын байлап шықсаңыз, қазы дайын деген сөз. Жалпы мен қазы жасауды, жалпы ет жағынан, ет тұздау мәселесінде, қазы жасау мәселесінде мен ешқандай да қиналмаймын. Маған ешқандай қиындық тудырмайды. Мен ет тұздағаннан, қазы жасағаннан шабыт аламын. Соны өзім сүйіп жасаймын сол істі. Мен мына жерде бірінші қазымды бітірдім. Енді екінші қазымды бастадым. Екінші қазым менде шектер өте ұзын, қимадым олардың бәрін. Ең соңында әбден салып болғаннан кейін, еттің бәрін салып болғаннан кейін, содан кейін барып бөлдім. Бір қазым менде мына жерде бер жағында кастрөлдің қақпағының үстінде тұр. Мына жерде ұзын шектің ішіне еттерді әлі салудамын. Салып болғаннан кейін соңынан аузын байлап тұрып, қазыларды тағы да 5-6-ға бөлетін боламын. Қазыларды әбден кептіріп, беш бармаққа салған кезде, оның дәмі өте бойына тұзы, бұрышы, дәмдеушілер сіңіп, өте дәмді болады. Менің балаларым сүйсініп жейді. Анама да ауыстырамын арасында. Артылғанын қазы жасап, мен үшін жұмыс көрмеймін, яғни өте ауырлыққа келмейді. Ютубтан үйреніп алып, осылай қазы жасау әдісін жасай берсеңіз болады. Өте сүйсініп жасап тұрмын. Осы жерде мен өз ісімді, саған ісімді өте керемет шықты. Жолдасымда, балаларымда бәрі мәз. Ешкімнің көмегінсіз ақ ыңылдап өлеңімді айтып қойып, осы жерде қазымды жасап бітірдім. Содан кейін бәрін далаға жайып келдім. Сарайға жайып, іліп, әбден сорықтырып, содан кейін барып жинап әкеліп, морозкаға салған сәтім де бар. Осы видеоның соңында видеоны қарай отырып, қыздар маған тіркеле кетіңіздер, лайк баса кетіңіздер. Ұнаса мен осындай қазы жасау және де ет тұздау сияқты жалпы
осындай видеолармен бөлісіп отыратын боламын сіздермен. Міне мына жерде қазымның ең соңғы бұрыш ұшын байлаудамын. Керемет шықты. Дәмін жақын күндер көретін боламыз. Міне қыздар, мен жайып сыртқа бір күн кептіріп, енді морозкаға салып жатырған сәтім. 3-тен 4-4-тен бөліп, 2 салафанға бөліп, морозкаға салған сәтім. Жақын күндері дәмін көретін боламыз. Баршаңызға көп-көп рахмет.